Қайырлы күн, құрметті ұстаздар. Бүгін сіздерге Ақбота зияткерлік олимпиадасына тіркелу туралы айтатын боламын. Алдымен Google-ға осы Games Daren KZ сайтын жазып, ішіне кіреміз. Ары қарай осындай бет шығады. Осы бетте осы Ақбота олимпиадасы пәндер мен сұрақтар саны деген қызылмен жазылып тұрған жерді бассаңыз, қандай пәндер арқылы тест тапсырылатын болатындығын көре аласыз. Мінекей осылай ашылады. 1-ші және 4-ші сынып оқушылар мен 5-ші және 10-ші сынып оқушылар арасында қазақ және орыс тілдерінде тест тапсыра алады. Егер бір оқушыны тіркейтін болсаңыз, сол осы пәндердің барлығынан тапсырып шығады. Бастауыш сыныптарда 3-ші, 4-ші сыныптан 4 сұрақтан ағылшын тілінен сұрақ келеді. Ал 5-ші, 10-ші сыныптарда ағылшын тілінен 9 сұрақ, 10-ші сыныпта 12 сұрақ, жалпы 42-48 сұрақтан болады. Сонымен осылай қазақ және орыс тілдерінде оқушылар өзінің қалаған тілінде тапсыратын болады, тапсырмаларды орындайтын болады. Енді Ақбота зияткерлік олимпиадасына тіркелу үшін осы жасыл батырманы басасыздар. Бұл жерге кірген кезде мынау тіркелу бойынша деген жерді басатын болсаңыз, сізге тіркелудің жолын көрсететін болады. Енді біз тіркелу үшін мынау тіркелу деген көк батырманы басамыз. Бізде осындай бет шығады. Осы бетке оқушының, тапсыратын оқушының тегін алдымен фамилиясын, келесіде атын, туылған күнін, ЖСН-ін, электронный почтасын, құпия сөзді, яғни өзіңіз осы сайтқа кіретін құпия сөзді ойлап табасыз, ары қарай сөйтіп толтырасыз. Барлық бағанды толтырып болғаннан кейін тіркелу дегенді басып, парольді сақтап қоясыз. Келесіде кіруіңіз оңай болады. Оқушыңыздың данныйлар шықты, енді ақшасын төлейміз. Оплатить 650 дегенді басамыз. Осы жерден осындай бет шығады. Осы бетте төлеу номері деген болады. Сомен төлейміз. Каспиіңіз арқылы төлем жасай аласыз. Ол үшін Каспиге платежеге кіріп, ары қарай Games Daren KZ деп дәл осылай шығу керек, осылай жазасыз. Ары қарай оқушының төлем номерін жазсаңыз, оқушының аты жөні шығатын болады. Сол жерден 650 теңгені төлейсіз. Төлегеннен кейін сайтқа кірген соң төленді деп сразу шығатын болады. Осы жерде жазылғандай тестті 26 ақпаннан 29 ақпанға дейін тапсыра аласыз. Сіздерге видео ұнаған болса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса осы видеоның астына жазсаңыздар болады. Келесі видеода көріскенше.